Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып математика сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз теңдеу тақырыбы. Бүгінгі сабақта біз не өтеміз? Бүгінгі сабақта теңдеудің түбірін табуды үйренеміз. Одан кейін арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешуді үйренеміз. Енді әдеттегідей өткен сабаққа шолу жасап, қайталап жаттығып алайық. Өткен сабақта ықшамдау ұғымымен танысқан болатынбыз. Ықшамдау дегеніміз амалдар саны көп өрнекті, амалдар саны аз өрнекпен алмастыру. Енді былай айтқанда қарапайым тілмен ықшамдау дегендегі ықшам сөзі кішірейту немесе шағын, кішкентай деген мағынаны береді. Енді біз бұны қалай есте сақтасақ болады? Біз ықшамдау дегенді бір ұзын көріп тұрған өрнектерімізді ықшамдап, кішірейтіп, амалдар санын азайтып, түрлендіріп, әдемілеп жазу деп есте сақтайық. Осыған бір мысал қарастырсақ. 15 қосу x азайтылған 3. Еске түсірейік, бұл бізде әріпті өрнек деп аталады. Себебі x деген әріп өрнегімізде қатысып тұр. Енді бізде өткен сабақта өткен қосудың қасиеттерін еске түсірейік. Ол жерде қосылғыштардың орындарын ауыстыруға болады. Сондықтан мен не істеймін? 15-тен 3-ті азайтып жеке жазып аламын. Себебі сандармен жұмыс істеп алу керек, бірінші. Одан кейін қосу x деп x-ті тіркеп қоямын. Жақшаның ішінде 15 азайтылған 3 бізге 12-ні береді. Сонда жауабы 12 қосу x. Енді біз ары қарай бұны түрлендіре алмаймыз. Осылай әріп өрнек ретінде қалады. Себебі 12 дегеніміз ол сан, x дегеніміз ол әріп, ал біздің білуімізше сан мен әріпті қоса алмаймыз. Осы күйінде қалады. Келесі қайталайтын ұғымымыз ол коэффициент. Коэффициент дегеніміз бір әріптің немесе әріптердің көбейтіндісінің алдында көбейтіліп тұрған сан. Мысалы, мына жерде 12 аб деп тұр. Бұл жерде аб деген әрібіміздің алдында 12 саны көбейтіліп тұр. Демек, коэффициент бұл жерде 12-ге тең. Тағы да еске түсірейікші. 12 аб деп жазып қойдық әріпті өрнегімізді. Бірақ есте сақтаймыз. 12 мен а-ның арасында жасырын көбейту бар. Және а мен б-ның арасында да көбейту бар екенін есте шығармаймыз. Бірақ біз айттық, ол жерде көбейтуді жазбай қойсақ та болады деп. Жақсы. Келесі еске түсіретін ұғымымыз ол көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Мысал қарастырайық. 11 жақша ішінде x қосылған 3. Бұл жерде қасиет бойынша не істейміз? 11-ді жақшаның ішінде тұрған әр қосылғышқа жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Және ортасында тұрған қосу белгісін ұмытпаймыз, кеттік. 11 көбейту x 11x. Арғай қосу тұр ғой, қосу жазып қоямыз. Одан кейін 11 көбейту 3 33. Жауабы 11x қосылған 33. Бұл да бізде әріпті өрнек, себебі x қатысып тұр. Одан кейін ары қарай біз бұл өрнекті түрлендіре алмаймыз. 11x дегеніміз ол 11 рет x деген сөз, ал 33 дегеніміз ол сан. Әріп пен сан қосылмайды. Енді бұл жерде нақтырақ тағы да бір ұғымдарды еске түсіре кетейік. Біз айтқан болатынбыз. 11 дегеніміз ол көбейткіш, жақша ол да көбейткіш. 11 мен жақшаның арасында көбейту жазылмайды. Бірақ естен шығармаймыз, ол жерде жасырын көбейту бар. Нақты осы қасиетке қатысты біз қандай өмірден қызықты мысал келтірдік? Мысалға 11 деген жақшаның сыртында тұрған көбейткіш, ол мен деп есептейін. Ал жақша ол бір кабинет болсын, Ал кабинеттің ішінде x және 3 деген менің достарым отыр кабинеттің ішінде. Мен не істеймін? Мен 11-мін, Мен қазір жақшаны ішіне кірейін деп тұрмын. Демек, мен кабинетке кірген кезде x және 3 деген достарыммен әрқайсысымен жеке-жеке амандасам. Сондықтан осы қасиетте 11-ді әрқайсысына жеке-жеке көбейтуді ұмытпаймыз, Кішкене күрделірек теңдеу алайық. 58 азайтылған x көбейтілген 4 тең 72. Бұл жерде байқасаңыздар, амалдар саны көбейді, азайту бар, көбейту бар, сондықтан мұқият болайық. Біздің мақсатымыз осы теңдеуіміздегі x деген жасырынып жүрген әріпті табу.
Ол үшін естеріңізде сақтаңыздар. Теңдеуді бастаған кезде жасырынып тұрған әрімізден ең алшақ тұрған саннан теңдеуді шығаруды бастаймыз. Мысалы 58 ол x-ке жақын тұр. Жақшаның ішінде екеуі бірге тұр. Ал сыртында көбейту 4 деген x-тан біршама алыс тұр. Сондықтан теңдеу шешуді осы көбейту 4-тен бастаймыз. X жақшаның ішінде тұрғандықтан жақшаны біз белгісіз деп аламыз. Сондықтан белгісізді табу үшін теңдеуіміздің мәнін көбейткішке бөлеміз. Олай болса, 58 азайтылған x тең болады 72 бөлінген 4. Байқасаңыздар, 58 азайтылған x-қа жақша керек емес. Себебі оның қасында жақшаның сыртында ешқандай сан көбейтіліп, немесе басқа амал қолданып тұрған жоқ. Сондықтан жақшаны жазбаймыз. Ары қарай кеттік. Енді 72 бөлі 4-ті орындаймыз, одан кейін қалғанын жазамыз. 58 азайту x тең 18. Бұнда да былай ойлаймыз. 58-ден нешені азайтсам 18 шығады. Әрине ол үшін x тапқан кезде мына азайғышымыздан теңдіктің мәнін азайтамыз. Сонда x тең болады 58 азайту 18. X тең болады 40. Естерінде болса, x тең 40 деген ол бізде теңдеудің түбірі деп аталады. Алдындағы мысалда көрсеткендей, мына 40-ты орнына қойып тексеретін болсақ, мәніміз шығады. 58 азайтылған 40, 18 болады. 18-ді көбейтемін 4-ке 72. Сонда теңдеуіміздің сол жағында да 72 шықты, оң жағында да 72 шықты. Теңдік дәл болды. Жалғастырамыз. 13y қосу 57 тең 122. Бұл жерде 13y дегеніміз белгісіз. Оны табу үшін теңдеуіміздің мәнінен 57 деген қосылғышты азайтамыз. Азайтуды орындап, қалғанын жазайық. 13y тең болады 65. Дәл сондай әдіспен y дегенде болсын. Мысалы, кәмпит. 13 кәмпит 65 теңге тұрса, онда бір кәмпитті табуға болады. Ол үшін теңдеуіміздің мәнін y-дің алдында көбейтіліп тұрған көбейткішке бөлеміз. Сонда y тең болады 65 бөлінген 13. Y тең болады 5. Тексереміз. Y-дің орнына 5 апарып қояйық. 13 пен y-дің арасында көбейту бар. 13 көбейту 5, қосу 57, 122-ге тең. Сонда екі жағы да теңесті. Келесі теңдеуіміз 97 азайту 9z. Тең болады 16-ға. Бұл жерде азайтқышымыз белгісіз болып тұрғандықтан, белгісіз табу үшін осы жердегі азайғыштан теңдеуіміздің мәнін азайтамыз. Алдыңғы мысалда байқасаңыздар, ондай болған. 9z тең болады 97 минус 16. 97-тен 16-ны азайтсақ 81. Дәл сондай мысал келтірейік. Z дегеніміз айтайық, ол бір апельсин болсын, 9 апельсин 81 теңге тұрса, бір апельсин табу үшін не істейміз? 81-ді Z-тің алдында тұрған коэффициентке бөлеміз. Сонда Z тең болады 81 бөлінген 9. Z тең 9. Орнына қойып тексереміз әдеттегідей. 97 азайту 9 көбейту 9. Сонда 9-а 9-ды көбейтсем 81, 97-тен 81 алсам 16. 16 тең 16. Теңдеуіміз шешілді. Ал енді сабағымыздың ең қызықты жеріне келдік. Себебі мен сіздерге теңдеу шешудің ең оңай әрі сіздер ешқашанда білмеген әдісті үйретемін. Ал егер сіздер білсеңіздер, тіпті жақсы. Бастайық. X азайту 22 көбейту 9 тең 35. Бұл жерде біз айттық, теңдеу шешкен кезде x-тан ең алшақ тұрғаннан бастаймыз деп. Ең алыс тұрған ол көбейту 9. Ал көбейтуге қарама-қарсы амал қандай? Бөлу. Сондықтан біздің әдісіміз бойынша не істейміз? Теңдеудің сол жағында, оң жағында 9-ға бөлеміз. Ол не үшін? Мына көбейту 9-дан былай айтқанда құтылу үшін. Себебі 9-ды 9-ға бөлсек 1 ғой. Сондықтан екі жағында 9-ға бөлеміз. Сонда сол жағындағы 9 бірге айналады. Бірді жазбай қойға болады. Ал оң жағында 135-ті 9-ға бөлсек 15 шығады. Сонда не қалды бізде? X азайту 22 тең 15.
Жақсы. Біз сонда қараңыздар балар, мына ұзын өрнектен осы керемет әдісіміз арқылы жайлап есеп жатырмыз. X-ің қасындағы сандардан құтылып жатырмыз. Белгісізді табу үшін. Келесі дәл осыны қайталаймыз. Бірақ X-ің қасында не тұр? Азайту 22. Азайтуға қарама-қарсы бағандай қосу. Демек мен теңдеуіміздің сол жағында, оң жағында не істеймін? 22-ні қосамын. Мына 22-ден құтылу үшін. Сонда 22-ден 22-ні алсақ 0 қалады. Ал 15-ке 22-ні қоссақ, неше болады? 37 болады. Демек 22-ден құтылдық. Теңдігіміздің сол жағында x қана қалды, ал оң жағымызда 37 шықты. Демек жауабы x тең болады 37. 37 біздің теңдеуіміздің түбірі. Тағы да бір мысал қарастырайық. 25 қосу y бөлінген 5 тең 13. Бұнда да әдісіміз бойынша y-тан алысырақ тұрған бөлу 5-тен бастаймыз. Бөлуге қарама-қарсы амал қандай? Көбейту амалы. Демек мен теңдеуімнің сол жағында, оң жағында 5-ке көбейтемін. Сонда 5-ті 5-ке бөлсем 1 ғой. Ал 1-ді жазбай қойсақ болады. Ал оң жағында 13 көбейту 5 тең 65. Қалғанын жазайық. 25 қосу y тең 65. Әлі y-іміз табылған жоқ. Әдісімізді жалғастырайық. 25 қосу y деп тұр. Біз білеміз ғой, қосылғыштардың орнын ауыстырсақ, қосындының мәні өзгермейді. Демек, y қосу 25 деп те жазсам болады. Ал қосуға қарама-қарсы амал қандай? Азайту. Екі жағынан да 25-ті азайтамын. Сонда 25 азайту 25 0 болып кетті. Оң жағында 65 азайту 25 40. Теңдеуіміз шешілді. Y тең 40. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгін біз сіздермен теңдеу шешуді, теңдеудің түбірі не екенін білдік және әртүрлі мысалдар қарастырдық. Және ең қызықтысы теңдеудің жаңаша бір шығару әдісін үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.